Оқушылар мен әріптестер, бүгін біз ядролық физикадан тақырыбына байланысты ұбт олимпиада есебін шығаратын боламыз. Қарайық. Жартылай ыдырау периоды 27 жыл болатын 8 кг әдеттік цезийден 35 жылдан кейінгі атомдар массасын анықтауымыз керек. Бастапқы массаны жазайық. М0 бастапқы масса бізде 8 кг. Жартылай ыдырау периоды бізде 27 жыл болып тұр, иә? Жартылай ыдырау периоды үлкен Т 27 жыл. Бізде ыдырауға кеткен уақыт 35 жыл. Т 35 жыл. Енді бізге қалған атомдар массасын анықтау керек. М. Бұның функциясын алатын болсақ, бізде М тең М0 2 минус Т бөлінген үлкен период. Бұндай формуламен анықталады, осындай функциямен анықталады біздің массамыз. Енді орнына сандарын қойып, бізде М тең М0 8 кг көбейту 2 минус 137 35 бөлінген 27. 35-27 өсек 5 шығады, сонда бізде мына жерде минус 5 дәрежесі болады. Сонда бізде тең массамыз, масса тең 8 көбейтілген 2-нің минус 5 дәрежесі. Минус 5 дәрежесін артқа бөлу ретінде жазуымыз болады. Ол кезде 8 2-нің 5 дәрежесі деп. 2-нің 5 дәрежесі бізде 2-нің кубы 8, 4 дәрежесі 16, 5 дәрежесі 32. Сонда бізде 8 бөлінген 32 болады. Ол 8-ге қысқарады, 1 бөлінген 4. Ол бізде 0,25 килограмм. Бұнда біздің ответіміз ең соңында қалған атомдардың массасы 0,25 килограмм болып табылады. Басқа есептер қарағымыз келсе, тіркеп кетіңіз.